Саламатсыздар ма оқушылар? Көңіл күйлерің қалай? Керемет болса көңіл күйіміз, ондай болса сабағымызды бастаймыз. Оқушылар, сіздерге қазір 3 сұрақ беремін, сол 3 сұраққа жауап бересіздер. Қайдан, қалай, қандай деген сұрақтарға жауап бересіздер. Бірінші сұрақ: қандай? Презентацияға ақпарат іздеуде интернетті тиімді қолданудың қандай жолдарын білесіңдер? Екінші сұрақ: қалай? Компьютерде презентация үшін ақпаратты қалай іздеуге болады? Үшінші сұрақ: қайдан? Интернеттен басқа қайдан ақпарат алуға болады? Осы 3 сұраққа жауап береміз. Жауап берсек, ондай болса, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбын презентацияға арналған ақпарат деп таныстырамын. 4-ші бөлім: презентациялар, ортақ тақырып, қоршаған ортаны қорғау. Яғни PowerPoint программасымен жұмыс жасаймыз. Оқу мақсаты: слайд үшін макет таңдау, ақпарат іздеу, компьютердегі файлдар мен бумалар, құжаттағы мәтін үзіндісі. Браузер параметрлерін қолдану, бет белгілерді қосу командасын жасау, баптау және басқару батырмаларын орналастыру, құжаттағы мәтіннің үзіндісін іздеу. Оқушылар, бүгінгі үйренетініміз презентацияларға арналған ақпаратты іздеу, браузер құралдарын қолдану. Балалар, сендер презентация ұғымымен 3-ші сыныптан бері таныссыңдар. Презентациялар көбінесе тыңдаушыларға белгілі бір ақпаратты терең ұғымды түрде жеткізу қажет болған жағдайда ғана қолданылады. Ақпаратты жай ауызша жеткізгенге қарағанда слайд түрінде әсемдеп көрсеткен әлдеқайда түсінірек болады. Презентация ұғымы өзінің толық мағынасында латынша present тапсырамын немесе ағылшынша прези ұсыну, өзін көрсету, баяндама жобаны есеп беруді қорғау, жұмыс жоспарын, дайын өнім мен қызмет енгізу нәтижесін бақылауды, сұрауларды және басқа да көптеген дүниені ұсыну. Қорытып айтқанда, ойды, адамдар мен өнімдерді, шикізат пен қызмет түрлерін ұсыну бұл әрдайым презентация болып саналады. Презентацияны қалай жасауға болады? Презентацияға сурет, мәтін, дыбыс, видеоларды да қажетімізге тақырыпқа сай бейімдеп қосуымызға болады. Презентацияны PowerPoint программасының көмегімен жасаймыз. Программаны іске қосу үшін бас мәзірдегі іске қосу барлық программалар, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint командасын орындаймыз. Енді балалар, сіздерге яғни PowerPoint программасы арқылы рабочий жұмыс үстеліндегі дайын тұрған папканы мен өзіме қарай, яғни жұмыс үстелімнен өзіме қарай оқулықта көрсетілген 50-ші суретте ақпаратты іздеу бумасы берілген, яғни ол буманың тақырыбы қоршаған ортаны қорғау. Мен де осы буманы дербес компьютеріме сақтап қойдым. Осы дербес компьютерде мен оп-оңай қоршаған ортаны қорғау бумасын бас мәзір арқылы таба аламын. Сіздерге қане көрсетемін. Жұмыс үстелімдегі қоршаған ортаны қорғау бумасын мен оп-оңай слайдыма көшіріп әкелдім. Әрі қарай презентацияға арналған ақпараттардың кейбірін суреттер мен мәтіндерді көбінесе интернеттен аламыз. Интернетке кірген кез келген жаңа қолданушы браузер ұғымымен таныс болу керек. Браузер дегеніміз ағылшынша to browse, парақтау, қарау деген сөзден шыққан атау. Интернеттегі веб парақшаларды
Мәліметтерді оқуға, іздеуге арналған программа. Браузерге бет-белгі қою үшін Google Chrome браузерін іске қосып, қажет ақпаратты іздеу жалағына енгізіп, Google Chrome'дағы баптау және басқару батырмасынан бет-белгілер, закладки жолынан бет-белгілерді қосу, добавить эту вкладу в закладки командасын орындаймыз. Кәне, осыны көреміз. Міне, яғни Google Chrome'ға кіреміз. Оң жақ шетінде 3 нүкте берілген. Осы 3 нүкте арқылы, яғни закладкаға кіреміз. Әрі қарай добавить яғни закладку. Осыған қоршаған ортаны қорғау деп жазамыз. Әрі қарай біздің яғни бет-белгіміз міне қоршаған ортаны қорғау деген бумамыз, яғни бет-белгіге келіп орналасады. Осылайша бет-белгілерге жиі қолданылатын ақпараттарды, сайттарға сілтемелерді қоса аламыз. Бет-белгілер орнату үшін қажетті ақпараттарды тез іске қосуға мүмкіндік береді. Тарихы, яғни міне Google Chrome болсын, мына Opera болсын, тағы да басқа интернеттің оң жақ шетінде 3 нүктені ашқан кезде историясы жазылады, закладки, загрузки жазылған. Яғни тарихы жөнінен жазылған, алынған мәліметтің бүгінгі тарихы жазылады. Жүктеулер, яғни бүгінгі күнмен жүктелген ақпаратымыз табылады. Бет-белгі оңай және тез кіруге болатын белгі, бет-белгі. Әрі қарай оқулықпен жұмыс. Google Chrome браузерінде ақпараттардың тарихын қарап, жүктеулі бет-белгі жасау үшін пернелер үйлесімімен қолдануға да болады. Ctrl-H пен тарихын қарай аламыз. Ctrl-J мен нүктелген файлдарды көрсете аламыз. Ctrl-D мен бет-белгілерді қоса аламыз. Google браузерінде дауыстық іздеудің көмегімен кез келген ақпаратты іздеп, тез тауып ала алады екенбіз. Жарайсыңдар балалар, сабақты кәне қорытындылаймыз. Компьютермен жұмыс. Қоршаған ортаны қорғау тақырыбында 3-4 слайдтан тұратын презентация жасаймыз. Ол үшін интернеттен суреттерді алып, оны толықтырамыз. Презентацияға атау қойып, бумаға сақтаймыз. Презентация тақырыбын енгізуге WordArt қызметін қолданамыз. Кәне, осыны мен жасап көрсетейін бір бетін. Яғни PowerPoint программасында бет ашылды. Әрі қарай мен интернеттен немесе осы PowerPoint программасынан арқылы жұмыс үстелінен сурет қоя аламын. Яғни жұмыс үстеліндегі суреттерді қоюға болады. Міне осылай да слайд жасауға болады екен. Әрі қарай жаңағы яғни WordArt арқылы осы суретімізге тақырып жаза аламыз. Париж деп тақырып қойдық. Сосын сақтай аламыз. Бас мәзір арқылы біз сохрани как батырмасын басып ашық сабақ деп сақтадық. Жарайсыңдар балалар. Ендеше әрі қарай үй тапсырмасына PowerPoint программасында 4 беттен тұратын қоршаған ортаны қорғау тақырыбына слайд дайындайсыңдар. Слайдта төмендегі нәрселерге назар аударыңдар. Презентацияны жасалу тарихы, презентация жайлы қысқаша мәлімет, программаның презентация жасау мүмкіндіктері, тақырып болса презентация макеттерін құрастыра аласыңдар. Жарайсыңдар балалар, бүгін сабақ керемет өтті.